Ерке Есмахан халықтың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Емай Райымды қатты жақсы көресің, иә, жәнем бағарлық. Жерін жақсы көрем. Сүйе бергім келеді. Райым сияқты жігітті қалай сындырып аламыз? Бұл сұраққа жауап бере алмаймын, біреуді сындырумен айналыспаппын. Сындырып алу деген сөздің өзі бір түрлі ғой. Біздің жұбымызда Райым маған ғашық болды, сезіммен білдірді. Ер мінезімен бауырады. Менде де ұшқын болды, бірақ мен қызға тән еркеледім, наздандым, қырсықтым. Сөйтіп ақыры екеумізде ұл сезімге мойын сұндық. Соңында шаңырақ көтердік. Шүкір, сондықтан біреуді сындыру дегенді сөздің қорыңыздан алып тастаңыз, өзіңізге көңіл бөліңіз. Сонда сүйген адам өзі келеді. Алла бұйыртады, жігітің өзіңнен 12 жасқа үлкен болса қалай қабылдауға болады, зачем қиналып қабылдайсыз, оны қалай қабылдаса болады? Дегеніңіздің өзі махаббат жоқ сізде деген сөз ғой. Қоя салыңыз өзіңізді, және ол адамды алдамай. Махаббат ол бөлек әлем, жасқа, ұлтқа, салмаққа қарамайтын ғажап сезім, оны сезгенде қалай қабылдаймын деген сұрақ туындамайды. Жүрек дұрыс и все, кетесің ұшып деп жауап берді сұлу бикеш Ерке Есмахан, Райым батырдың сүйікті жұбайы әрі балалар